Каналыма қош келдіңіздер. Магия утро. Таңғы уақыттың берекесі аудио кітап. Күніңіздің алғашқы сағаты сізді жетістікке қалай жеткізеді? Кіріспе. Ерте тұру көптеген адамның өмірін өзгерткен тамаша әдет. Осы кітаптың авторы коуч-тренер Хейл Элред таңертең ерте тұрып жүгіре бастағалы өмірінің өзгергенін байқайды. Түрлі тәжірибелер өткізіп көрген автор ғажайып таң әдісін өз тұтынушыларының арасында қолданып көреді. Нәтижесі адам таңғаларлықтай болған соң жұртты ерте тұрып өнімділікті арттыруға шақыратын осы кітап жазылады. Оянып бар мүмкіндікті пайдаланатын кез келді. Келтірілген деректерге сүйенсек, орта есеппен әр америкалықтың 10 келі артық салмағы $10,000 қарыз бар екен. Әр өз жұмысын жақсы көрмейді, аз депрессия және жақын досы жоқ. Бұл дерек шын болса, америкалықтардың өміріне өзгеріс керегі ақиқат. Ал сіз ше? Потенциалыңызды толық пайдаланып жүрсіз бе? Бұл кітаптың 3 маңызды аргументі. Бірінші, әлемдегі басқа адамдар секілді сізде жақсы өмір сүруге, мықты денсаулық пен есепсіз байлыққа жетуге, сәттілік пен махаббатқа ие болуға әбден лайықтысыз. Өзіңіз армандаған кәсіби, қаржылай тәуелсіздікке жету үшін, өз ісіңіздің маманы болу үшін күнделікті арнайы уақыт бөлуіңіз керек. Күнделікті ерте тұру кез келген салада сіз ойлаған деңгейде жетістікке жетуіңізге көмектеседі. Хейл, мен бозторғай емеспін ғой. Кеш жатып, кеш тұратыныңызды меңзеп, мен бозторғай емеспін, үкімін ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ ғажайып таң әдісі ұйықтап ояну дағдысы басқа адамдардың да өмірін өзгерткен. Уақыттап. Өз-өзін дамытуға таңғы уақытын арнау, күні бойы өнімді уақыттың кепілі. Алғашқы сағат барлық күніңді басқарады деседі. Оянғаннан кейінгі бірінші сағатта жалқаулық танытсам, ісімде жүйе болмаса, менің бүкіл күнім солай өтеді. Ал сол алғашқы сағатта өнімді өткізуге тырыссам, күнімнің қалған бөлігі де тура солай табысқа толы болады деп жазған. Өміріңді өзгертуге уақыт таппай жүрсің бе? Кешке дейін жұмысың, спортқа, кітапқа уақытың жоқ, ал таңертең бірер сағат ерте тұру өз-өзін дамытуға таптырмайтын уақыт. Екінші тапсырма. Тезірек әсер ететін істі жасаудан баста. Автор таңертең ерте тұру арқылы пайда болған қосымша 1-2 сағаттың ерекше өткізуді ойлайды. Қағаз алып, тізім жасай бастайды. Оның тізіміне медитация, аффирмация, визуализация, хат оқу және физикалық жаттығулар кіреді. Өмірді түбегейлі өзгерткен таң. Жуынып тісімді тазалап, сағат 05:05-те қолыма 1 стакан су алып, қонақ бөлмеде диванға келер күнге деген ерекше қызығушылықпен отыр едім. Қалтамнан кеше жасаған тізімді шығарып, бірінен кейін бірін орындай бастадым. Бірінші, тыныштық. Таңғы тыныштықта құлшылық медитация жасап, тыныс алудың бақылап 10 минуттай отырдым. Көптен бері өзімді мұндай керемет сезінбеген шығармын. Оқу. Бұрын оқуға уақыт жоқтығын айтатынмын. Сылтауларым бітпейтін. Ал бүгін сөреден бұрын бір бастап кейін аяқтамай тастап кеткен Наполеон Хиллдің кітабын алып 10 минуттай оқыдым. Ішінен бірнеше пайдалы идея таптым да оларды сол күні орындауға кірістім. Аффирмациялар. Бұрын аффирмациялардың күшін сезінбейтінмін. Бұл жолы думай и богатей позитивті аффирмациялар ерекше әсер етіп, өз аффирмацияларым жазуға тырыстым. Бір рет қағаз алып, өмірден не қалайтынымды, оған жету үшін не істеу керектігін тізіп жазып шықтым. Нәтижесінде өзімді күшті, табанды сезіндім. Визуализация. Қабырғада ілулі тұрған визуализация тақтасына үңілдім. Бір суреттен екінші суретке көз тоқтатып, елестеткенде шабытыма шабыт қосылғанын байқадым. Күнделік жазу. Сосын былтыр сатып алған бірнеше күні ғана толық күнделікті аштым. Сол күнделігіме тағдырыма риза екенімді жаздым. Өзімнің жеңілдеп қалғанымды сезіндім. Физикалық жаттығулар. Содан не керек, диваннан тұрдым да еденге жата қалып отжимание жасадым. Сосын шамамым келгенше пресс жасай бастадым. Кейін DVD плеерден йога қойып жаттығуларға кірістім. Ал біткен кезде тұла бойы энергия толы еді. Басқа емес, ғажайып. Бірнеше апта бойы 5-те тұрымды жалғастырдым. Кейін 4-ке ауыстырып көрдім. Ол да қиын емес екен.
Күйзелісім өтті, өзімді бақытты сезіне бастадым. Күш-жігерім тасып, шабыттанып жүрдім. Сосын бұл ғажайып таң туралы клиенттеріме айту керектігін түсіндім. Әлемдегі 5% бақыттылардың қатарына қалай қосылуға болады? Әлемдегі адамдардың 95% өз мүмкіндіктерін жете пайдаланбайды, әрі азға қанағат етіп өмір сүре береді екен. Және олар өмір бойы қаржылық қажеттілікте, ал қалған 5% адамдар қатарына қалай қосыламыз? Мына жағдайлар туралы ойланыңыз. Физикалық форма. Семіздік нағыз эпидемияға айналуда. Онкология әрі жүрек аурулары көбейіп келеді. Менталды, эмоционалды денсаулық, депрессия, үрей, болашаққа сенімсіздік кесірінен адамдар түрлі дәрілер қолданылады. Қаржылық жағдай. Бейжайлықта қалай арылуға болады? Өткенге байлану. Көп адам өткендегі өкпе ренішін, сәтсіздігін өзімен арқалап жүреді. Өзіңізге қажетсіз шектеулер қоймаңыз. Арманыңызды нақтылап, ештеңеден қорықпай алға ұмтылыңыз. Айқын мақсаттың жоқтығы. Көп адам нақты мақсаттың жоқтығынан адасып жүр. Сондықтан мақсатыңызды айқындап алыңыз. Дәл осы аптада арнайы уақыт бөліп, өмірлік мақсатыңызды жоспарлаңыз, жазыңыз. Өзіңе жеңілдік жасай беру. Бір жолға тренировкадан қала салу, бір жолға фастфуд жей салу, таңертең будильник шырылдағанда 5 минутқа өшіре тұру, мұның барлығы сіздің өмірлік әдеттеріңізге әсер етеді. Бір күні ғана қалмайсыз, үнемі қала беретін боласыз. Сондықтан өзіңізді аяуды доғарыңыз. Таңертең будильник шырылдап, ұйықтап тұрғыңыз келіп, 5 минуттай кейін қоярда, мен ерік жігері будильникке тұруға да шамасы келмейтін адам болғым келмейді. Қазір бірден тұрамын. Өйткені бұл менің шешімім. Мен мақсатыма жеткен адам болғым келеді деу керек. Өзіне есеп бермеу. Есеп беру өміріңізді реттелуіне, жетістікке жете түсуіне көмектеседі. Есеп беріп тұратын дос табыңыз. Осы кітапты оқып отырған адамның бәріне міндетті түрде есеп беретін дос табыңыз дер едім. Бұл өте маңызды дүние. Осыздың отбасыңыздың бір мүшесі, туысыңыз, досыңыз болуы мүмкін. Кім болса да есебіңізді қабылдайтын адам болса болғаны. Дұрыс орта табу. Сізге сенетін, жетістігіңізге қолдау көрсететін орта табыңыз. Бүгін таңертең неліктен ояндыңыз? Бір сәт ойланып, бүгін таңертең төсектен не үшін тұрғаныңызды саралап көріңізші. Таңертең неге оянасыз? Жылы төсекті тастап не үшін тұрасыз? Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірасы артық. Бұл ескі мақалдың мәні өте зор. Сіз таңертең будильникті өшіру арқылы өміріңізге, сол күніңізге, арманыңызға қарсылық танытасыз. Осыдан ақ сізді қандай негатив энергия қоршайтынын біле беріңіз. Депрессияға ұшыраған көптеген адамдар өздері үшін күннің ең қиын бөлігі таң екенін мойындайды. Олар әрең тұрады. Сіз таңертеңгі тұру уақытыңызды өзгерту арқылы өміріңізді өзгерте аласыз. Мұның бос сөз емес. Сенбесеңіз, ерте тұруды әдетке айналдырған мына жетістікке жеткен адамдарға қараңыз. Тони Роббинс, Билл Гейтс, Говард Шульц, Уэйн Дайер, Альберт Эйнштейн. Бізге қанша сағат ұйқы жеткілікті? Ұйқы ұлттық фондының зерттеуінше 9 сағаттан артық ұйқы зиян. Тіпті мұнша сағаттан артық ұйықтайтын адамға ауру белгілері болуы да мүмкін. Қалай сергек оянуға болады? Сіз ұйқыңыз қану үшін 8 сағат керек деп ойлап, бірақ түннің бір уағына дейін жүріп қалдыңыз да, ертеңіне 6 сағат ұйықтайтын болдыңыз. Жатар алдында сағат 8 сағат ұйықтау керек, ал мен бар болғаны 6 сағат ұйықтаймын деп тұрмын. Ұйқым қанбайтын болды, таңертең басым ауырып оянатын болды деп ойласаңыз, таңертең оятқыштың дауысын естігенде әрине өзіңіз ойлағандай бар болғаны 6 сағат ұйықтадым, шаршап тұрмын деген оймен тұрасыз. Адамның миы мен денесі арасында тығыз байланыс бар. Егер сіз жатар алдында маған 6 сағат ұйқы жеткілікті, осылай 6 сағат ұйықтауға мүмкіндік берген Құдайға шүкір деп жатсаңыз, сергек оянасыз. Ал ұйқым қанбайды болды деп жатсаңыз, 9 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбайды. Сізге қанша сағат ұйқы жеткілікті екенін шешетін әрине өзіңіз. Оятқышты қайта-қайта өшіруден сақтайтын 5 деңгейлі стратегия. Жатар алдында ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Таңертең ерекше көңіл күймен оянып, жаңа күнді жақсы өткізуге ниеттеніңіз.
Ал түнде сұмдығын-ай, маған таңертең 6-да тұру керек деп жатсаңыз, оятқыш шырылдағанда 6 болып қойғаны ма деп көңілсіз оянатыныңыз анық. Будильнигіңізді төсегіңізден алысқа қойыңыз. Егер оятқыш жаныңызда тұрса, автоматты түрде өшіріп, ұйқыңызды ары қарай жалғастыра беруіңіз мүмкін. Сондықтан алыста тұрғаны жақсы. Оны өшіру үшін амалсыз тұрасыз, бірақ қайта-қайта жатып ұйқыңыз келуі мүмкін ғой. Онда тісіңізді тазалаңыз. Иә. Оятқышыңызды өшіре сала тісіңізді тазалауға кірісіңіз. Сонда сіз денеңізді оянуына уақыт бересіз. 4. 1 стакан су ішіңіз. Таңғы уақытта су ішу өте маңызды. 6-7 сағат сусыз қалған денеңіз ылғалсыздық болып, ол шаршап тұруы мүмкін. Жалпы басқа уақытта да көбірек шаршайтыныңызды байқасаңыз, ұйқыға емес су ішуге ұмтылыңыз. 5. Спорт киімін киіңіз. Таңғы жаттығудан да өте маңызды дүниелердің бірі. Сізді құтқаратын шеңберлер. Тыныштық стресстен құтқаратын, миыңды тазалайтын тамаша дүние. Тыныштық кезінде мен көбіне медитация, құлшылық, ойлану, терең тыныс алу, алғыс айту секілді істермен айналысамын. Bir таңда біреуін ғана істеймін. Медитация туралы жазылған кітапта, мақалаларда болғаннан кейін қатты тереңдемей қойын. Бірақ ғалымдар медитацияның кейде дәріден жақсы емдейтінін айтып отыр. Тұрақты медитация зат алмасуын жақсартады, қан қысымын реттеп, мидың жұмысын жақсартады. Жұлдыздар түрлі жетістікке жеткен адамдардың барлығы тұрақты медитация жасайды. Ғажайып таң аясында жасалынатын медитация туралы айтып берейін. Медитация кіріспес бұрын психологиялық тұрғыда жақсылап дайындалып алу керек. Тыныш, ыңғайлы жер табыңыз. Диван, орындықта отыруға болады. Бастысы өзіңізге қолайлы болу керек. Аяғыңызды айқастырып отырыңыз. Көзіңізді жұмуға да, полға қарап отыруға да болады. Тыныс алуыңызға ерекше мән беріңіз. Ақырын тыныстаңыз. Ауаны мұрынмен алып, ауызбен шығарып тастаңыз. Ауаның кеудеңде ғана емес, ішіңізге жетуін қадағалаңыз. Бұл уақытта көңіліңізді түсіретін нәрселерді ойлаудан аулақ болыңыз. Жай ғана терең тыныстаңыз. Сол сәттен ләззат алыңыз. Тыныштықта болу тек медитацияны білдірмейді. Сіз сол сияқты құлшылық жасап, Құдайға ризашылық білдіріп, не болмаса жай ғана үнсіз отыра аласыз. 1 минут 5 минуттан бастап уақытын ұзарта беріңіз. Аффирмациялар. Өмірде шын мәнінде не қалайтыныңызды анықтаңыз. Денсаулық, қарым-қатынас, қаржы, рухани. 2. Неліктен бұны қалайсыз? Қалағаныңызға қол жеткізу үшін қандай адам болуыңыз керек? Қалағаныңызға қол жеткізу үшін не істеуіңіз керек? Мысалы, сіздің арманыңыз арықтау, онда сіз аптасына 5 рет спортзалға барып, күнде 20 минуттан жүгіремін деуіңіз керек. Аффирмацияңыз осы. Аффирмацияға шабыттандыратын цитаталар мен философиялық ойлар қосыңыз. Аффирмацияларыңыз орындалсын десеңіз, автоматты түрде емес, эмоциямен, сезіммен қайталаңыз және күнделікті оқыңыз. Визуализация. Кей адамдар визуализация жасағанда музыка қойып қойғанды жақсы көреді. Сізде сол қатардан болсаңыз, музыкаңызды қосып жайлы жайғасыңыз. Терең демалып, көзіңізді жұмыңыз. Шын мәнінде қалайтын нәрсенің суретін қиялыңызға салыңыз. Ең асыл армандарыңыз бен мақсаттарыңызды орындалған сәтін елестетіңіз. Сол сәтті сезінуге тырысыңыз. Мүмкіндігінше анығырақ елестетіңіз. Кім болғыңыз келетінін, ол үшін не керек екенін елестетіңіз. Армандар тақтасын жасаңыз. Физикалық жаттығулар. Таңғы жаттығу күніңіздің бастауы болуы тиіс. Бұл тәніңізден оянуына, күні бойы өзін сергек сезінуіне әсер етеді. Спортзалға жазылуыңызға немесе таңертең жүгіруге, болмаса үйде жаттығуыңызға болады. Оқу. Мен сіздерге күнде кем дегенде 10 бет кітап оқуға кеңес берем. Бұл көп уақытты да алмайды, 15-20 минутыңыз кетер. Егер сіз қағиданы ұстансаңыз, жылына 3650 бет оқисыз деген сөз. Бұл орта есеппен 18 кітап. Жылына өз салаңызда 18 кітап оқысаңыз, мақсатыңызға жақындай түспейсіз бе? Кітап бастардан бұрын дәл осы
кітапты не үшін оқитыныңыз, қандай нәтиже алғыңыз келетінін дұрыстап ойланып алыңыз. Көптеген адамдар діни біліммен арттыру үшін таңғы уақытта Інжіл, Тәурат, Құран секілді кітаптарды оқиды. Кітаптағы қызық өзіңізге пайдалы болады деген ойларды сызып, белгілеп алып оқыңыз. Жеке тұлғалық дамуға қатысты кітаптарды оқуға да кеңес беремін. Күнделік жазу. Күнделікті қалай жүргізетініңізді, қалай толтыратыныңызды анықтап алыңыз. Алғыс айту, жаңа идеялар жазу, жоспар, мақсаттар жазу. Таңғажайып таң кестесі 60 минут, тыныштық 5 минут, аффирмация 5 минут кетеді, визуализация 5 минут, физикалық жаттығу 20 минут, кітап оқу 20 минут, жазу 5 минут. Ғажайып таңды өміріңізге қалай енгіземіз? Ояна сала бастай беріңіз. Мүмкін алғашында ойланғаныңыздай ерте тұрмауыңыз мүмкін ғой. Қаншада оянсаңыз, сол кезде бастаңыз. Таңға ас, таңғажайып таңнан кейін болғаны жөн. Яғни жоғарыда 6 бөлікті істеп болған соң ғана тамақтаныңыз. Тапсырмалар дайындап алу, жаттығулар, аффирмациялар. Таңғажайып таңды ертеңге жоспарлаңыз. Тапсырмаларды орындап шығыңыз. Сізден есеп алып тұратын партнерді табыңыз. Видеомыз ұнаса, келесі адамға бөлісіңіз.